Ассалаумалейкум, құрметті достар. Біз қазір Мәскеу қаласындамыз. Мәскеу қаласындағы Донский монастырь деген үлкен шіркеуі бар. Сол шіркеудің жанында зираттар бар. Сол зираттың ішінде міне нөмір 1-ші қорымда тұрмыз. Бұл жерде 1937-1942 жылдардағы репрессия құрбандары жерленген, көптеген адамдардың барлық күлдерін осы жерге әкеліп төккен болатын. Соның ішінде біздің Алаш автономиясының басшысы, Алаш ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі, Алаш Орда ұлттық кеңес үкіметінің тұңғыш төрағасы болған Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханұлы әкеміз және Советтік Қазақстанның алғашқы құрылған кезінде үлкен еңбек сіңірген, Алаш жолын жалғастырған, Алаш идеясының жүрегімен сақтаған, көсемге ешқашан сатқындық жасамаған және көсеммен бір күнде атылған Нығмет Нұрмақұлы Нұрмақов жерленген болатын. Және бұл жерде сонымен қатар сол уақыттағы тарихи атақты тұлғалардан татар жазушысы Махмуд Галауи, сонымен қатар маршал Тухачевский, мына жерде кімдер бар, жаңағы соғыс уақытында әртүрлі репрессия кезінде НКВД-ны басқарған азаматтар, сонымен қатар тағы да бірталай тұлғалардың жатқан жерін көруге болады. Бұл жерде бұл кісілердің сүйектерінің күлі жатыр. Енді бұл жерде жақын жерде не бар? Крематорий бар. Крематорийдің да суреттерін салып көрсетіп қоямын. Мәскеуге келген әр қазақ осы Донский монастырьға келіп, ұлт көсемі Әлихан Бөкейханға шынайы тағзым етіп, рухына дұға оқып, Құран жасап қоятын болса, бұл баршамыз үшін қуаныш болатын еді. Өйткені біздің көсемге туған жерден топырақ бұйырмады. Хан баласында қазақтың хақысы бар еді, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп сертпен өткен көсемге қашанда құрмет көрсету ұрпақ парызы, азамат міндеті.